осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның ішкі әскерлер құрылды. Кейін олар ұлттық ұлан болып өзгертіледі. Бұл осы жылдар бойы жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қорғайтын нағыз әскери құрылымға айналды. Облыс тұрғындарының баршамыздың атынан ортақ шаңырағымыздың киелі отанымызға қалтқысыз қызметіңіз үшін шынайы алғысымды білдіреміз. Разрешите поблагодарить весь личный состав воинских частей, выполняющий службу в период чрезвычайного положения, при повседневном несении службы, выразить слова благодарности. Павлодар облысы полиция департаменті басшылығымен жеке құрам атынан сізді Қазақстан Республикасыны ұлттық ұланның құрылған 30 жыл толумен құттықтаймын. Ваша служба никогда не была легкой. Она требует от каждого солдата и офицера собранности, умения находить решения в самых сложных ситуациях и отваги.